Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстанда сайлау деген цирк басталды. Өкінішке орай өздерін патриот, ұлтшылмыз деп күресіп жүрген кейбір бауырларымыз сол циркқа қатысатын болды. Енді бұл сол сайлауға қатысып жатқан бауырларымыз заңсыз сайланған билікті заңдастыруға көмектесіп жатыр. Халықты алдап, мысалы Ринат Зайытов секілді айтыста жақсы өткір сөздер айтып, Абзал Құспан, мені сатып кеткен адвокат, Арман Шораев, Дариға Назарбаевның шопыры, Нұрсұлтан Назарбаев штабының сайлау штабының директоры, ең оңай жолды таңдады. Мынау қанды қаңтарда халыққа оқ атуға бұйрық берген үкіметке кіріп, сол жерде отырып, білмеймін қай бетімен халыққа қарай. Әлде сіздер кешіре салдыңыздар ма? Мен келу кезінде ойлаймын, осы сендердің түстеріне Айкөркем, Сұлтан келіп сұрамай ма, ағатай, мені кім өлтірді? Ағатай, соларды қашан жазалайсыңдар деп. 350 қазақ құрбан болған, Құдай біледі, одан да көп шығар. Сол өлген қазақтардың аруақтары келіп, бір күні сіздерге сұрақ қояды. Мені өлтірген адамдарды, бұйрық берген адамдарды жазаладыңдар ма деп. Сонда қалай жауап бересіңдер? Қай бетімен халыққа қарайсыңдар? Қазақтың қанын судай төккен үкіметке барып, сол парламентте отырып, қай бетімен халыққа қарайсыңдар? Ал мынау қазір күресіп жүрген ұлтшылдар тілге, ұлтқа, жерге қатысты. Оларды да сол сайлауға қатыс деп шақырып жатыр, бірақ олар бас тартты. Бұл циркқа біз сенбейміз деп айтты. Міне нағыз күрескерлер. Сол ұлтшылдардың көбісі хабарласып жатыр. Құдай қаласа, осы көктемнің аяғында Қазақстан ұлтшыл патриоттары Түркияда бас қосамыз. Маған хабарласыңыздар. Бірінші нағыз ешкімге бағынбайтын жаңа платформа құрастырамыз осы Түркияда. Өйткені Қазақстанда ондай жасатқызбайды. Ал қазір сол сайлауға бара жатқан бірдемесе өзгертем деп жатқан адамдар, мен ойлаймын, олар өз жандарын шайтанға сатқан адамдар деп есептеймін. Қылмыскер қазақтың қанын төккен үкіметке барып, нені шешесіңдер, мен түсінбеймін. Соны айтқым келді. Ал кім осы циркқа сенбей күресті ары қарай жалғастырса, олар бізден.
Бірақ қазір сайлауға қатысып атқан патриот сымақтар, олар бізден емес. Олардың қолында да қазақтың қаны бар. Осыны ұмытпаңыздар, қазақтар.